достар, бүгінгі бізде мына видеода біз жарты экранда ақ-қара қыламыз, сұр ақ-қара қыламыз, жарты экранды түсті қалдырамыз. Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін бізге керек, біріншіден мына видеомызды бір көшірмесін үстіге альт батырмасын басып, эффекттің ішінен бізге black and white деген видео керек. Black and white. Енді күлдеріңізге таныс эффект ақ-қара болады. Енді бізге жарты экранды бөлу үшін, ол үшін бөлетін кроп деген эффект бар. Кроп разделение. Кропны осыны келеміз. Әкелгеннен кейін кропты бізде осындай кроп деген шығаталымыз. Оны біз былай өзгерте аламыз. Left сол жақта 50 былай болады. Мысалға бұны алып тастап былай қылып тастап былай үстіне астыға, немесе боттан керісінше бізге керек, мысалға былай содан оңға, немесе бір бөлігі бар. Осылай сетек болады. Тағы көргендей, мына сіздерге көрсетейін. Осылай видеомыз мысалға ойнаватыр, эффектіміз де орында тұр. Міне осындай түсінікті әлі оңай тәсілді қолданыңыздар. Жазылыңыздар, қосылыңыздар.